Алматы сервистік қызмет көрсету колледжі. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Күнтуарова Бекзат Сақтапбергеновна. Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан ғарыш саласының дамуы, тіркесті сөздердің емлесі. Сабақтың мақсаты Қазақстанның ғарыш саласына қосқан үлесі, Байқоңыр ғарыш айлағы туралы түсініктеріңді кеңейту. Жаңа сөздермен жұмыс. Сөздерді есте сақтаңдар. Айлақ, космодром. Ауа, воздух. Ғаламшар, планета. Ғарыш, космос. Ғарыш кемесі, космический корабль. Ғарышкер, космонавт. Зымыран, ракета. Жасанды серік, спутник. Жылдамдық, скорость. Тұңғыш, первый. Қазақстан үшін ғарыш саласының алар орны ерекше. Қазақстан ғарышты игерудің бастапқы алаңы. Елімізде әлемдегі ең ірі Байқоңыр ғарыш айлағы орналасқан. Әлем Байқоңырды жердің бірінші ғарыш айлағы деп мойындайды. Енді қазір біз сіздермен бейне жазба тамашалаймыз. Назарларыңыз бейне жазбада болсын. Байқоңыр туралы естімеген адам әлемде жоқ шығар. Байқоңыр планетамыздағы ең алғашқы ғарыш айлағы, және бүгінде ол әлемдегі ең үлкен ғарыш кешені болып саналады. Жерден ұшырылатын ғарыш кемелерінің 1/4 Байқоңырдан ұшырылады. 1955 жылы Төретам кентінің жанынан ғарыш айлағының құрылысы басталды. Бір қызығы, бастапқыда ғарыш айлағының аты Байқоңыр болмаған. Жобаның аты Тайга болған, және ол құпия түрде жүзеге асырылған. Батыс барлау қызметтерінің назарын басқа жаққа аудару үшін Төретамнан 400 шақырым жерде орналасқан Байқоңыр ауылының жанынан жалған ғарыш айлағын сала бастаған. Бірнеше жыл бойы ғарыш саласына байланысты барлық құжаттарда сол Байқоңыр ауылы аталып келген. Біртіндеп шынайы ғарыш айлағының құпиялығы алынып тасталды. Алайда жобаның конспирологиялық атауына көпшілік бой үйретіп қалған болатын. Осылайша Тайга атауы Байқоңырға айналып кетті. Айтпақшы, бұл Гагарин ұшқаннан кейін болған. 1957 жылдың 4 қазан күні Байқоңырдан жердің алғашқы жасанды серігі ұшырылды. Жер серігінің атауы Спутник 1 болды. Оны кеңестік конструктор Сергей Павлович Королев жасап шыққан. Спутник 1 диаметр жарты метрлік сфера пішіндес болған, және антенналар мен радио қабылдағыштардан тұрған. Спутник сигнал таратып, жерді 1440 рет айналған. Сосын атмосфераның тығыз қабаттарында жанып кеткен. Ал 3 жылдан кейін Байқоңырдан 5-ші жер серігі ұшырылды. Бұл жолы жер серікте жолаушылар болған еді. 1960 жылдың 19 тамызында Белка мен Стрелка өздерінің атақты ғарышқа сапарын жасады. Иттер бір тәуліктен аса уақыт ғарышта болып, салмақсыздықты да бастарынан өткізіп, жерге аман есен оралған болатын. Белка және Стрелка қарапайым көше иттер болған, ал кейін олар әлемдік танымалдыққа ие болды. Әрине, адамзаттың ғарышты бағындырудағы ең маңызды қадамы 1961 жылдың 12 сәуірінде жасалды. Дәл сол күні Байқоңыр ғарыш айлағынан бортында Юрий Алексеевич Гагарин бар Восток кемесі ұшырылды. Аталмыш старт қатаң құпиялылықпен жасалды. Юрий Гагарин космоста шамамен 2 күндей болып қайтып оралады. Тек осыдан кейін ғана әлемнің телеканалдары хроника кадрларын көрсете бастады. Ғарышқа ұшқан алғашқы адамның құрметіне 12 сәуір космонавтика күні болып аталып келеді. Тіркесті сөздер тең дәрежеге байланысқан екі сөзден құралып, бір күрделі ұғымды білдіреді, бір сұраққа жауап береді. Тіркесті сөздер бөлек жазылады. Олар сан есім мен сан есім, етістік пен етістік, күрделі үстеулер,
еліктеу сөздер арқылы, көмекші етістікпен тіркескен есім сөздер, шылаумен тіркескен негізгі сөздер. Мысалы, сан есім мен сан есім 19, 2000, 500, миллионнан астам. Етістік пен етістік жазып отыр, ойнап жүрсіңдер, демалып жатыр. Күрделі үстеулер күн ілгері, күні ертең, ала жаздай, жыл бойы. Көмекші етістікпен тіркесіп келген еліктеу сөздер: қаңқ ету, селк етті, қорс етті. Көмекші етістікпен тіркесіп келген есім сөздер: ән салу, үлгі ету, риза болды, көмек берді. Көмекші сөзбен, шылаумен тіркесіп келген негізгі сөздер: отан үшін, мен арқылы, келешек туралы, сабақтан соң. Енді қазір мына мәтінді ұсынып отырмын. Осы мәтіннен тіркесті сөздерді табамыз. Байқоңыр. Байқоңыр бүгінгі таңда халықаралық ғарышайлақ болып та табылады. Онда жыл бойы әртүрлі елдердің ғылыми және коммерциялық зерттеу бағдарламалары бойынша зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Байқоңыр Қызылорда облысындағы Төретам стансасы жанындағы қала. Оны ғарышкерлер астанасы деп те атайды. Ғарыш алаңының ресми туған күні 1955 жылғы 2 маусым болып саналады. Биыл қаланың құрылғанына 65 жыл толады. Қазір Байқоңыр жасыл желекті әдемі қалалардың бірі. Қалада Мәскеу авиация институтының бөлімшесі, халықаралық ғарыш лицейі, емхана, аурухана, мектептер бар. Ал енді осы мәтіннен біз сіздермен тіркес сөздерді табайық. Ол мысалы мына екінші сөйлемде. Онда жыл бойы әртүрлі елдердің ғылыми және коммерциялық зерттеу бағдарламалары бойынша зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр деген сөйлемде екі күрделі сөзді айтуға болады. Біріншісі, жыл бойы күрделі үстеу арқылы жасалып тұр, жүргізіліп жатыр, етістік пен етістік. Келесі, биыл қаланың құрылғанына 65 жыл толады деген сөйлемде 65 сан есім мен сан есім арқылы жасалып тұр. Сіздермен бүгін Синквейн стратегиясын қайталайық. Синквейн француз тілінен 5 деп аударылады. Сондықтан да 5 қатардан тұратын өлең жолдары. Синквейн 5 жолды өлең жазу әдісі. Бірінші жолда тақырып бір сөзбен беріледі, яғни зат есім. Екінші жолда тақырыпты екі сөзбен сипаттау, сын есім. Үшінші жолда тақырыпқа қатысты қимыл атауынан 3 сөз жазу, яғни етістік. Төртінші жолда 4 сөзден тұратын бір сөйлем. Бесінші жолда тақырып мәнін ашатын бір синоним сөз. Мысалы, бірінші жол күй, зат есім. Екінші жол әсерлі, құдіретті, 2 сын есім. Үшінші жол мұңайтады, балқытады, тебірентеді, 3 етістік. Төртінші жол бір сөйлемнен тұрады. Күй адам сезімінің көрінісі. Бесінші жол күй сөзінің синонимі,
өнер. Енді қазір мен сіздерге Байқоңыр сөзіне синквейн жазуды ұсынамын. Олай болса, енді синквейнді көрейік. Мүмкін сіздер де осылай жазған боларсыздар. Бірінші, Байқоңыр, зат есім. Екінші, ғажайып, үлкен, сын есім. Үшінші, зерттейді, үйренеді, ұшады, үш етістік. Төртінші, ол әдемі ғарышкерлер астанасы. Бесінші, Байқоңыр сөзінің синонимі айлақ. Ғарыш өмірдің барлық саласына жаңалық әкелді. Ғарыш саласы ақпараттық ғасыр дәуірінде аса маңызды салаға айналып отыр. Ғарыш қызметі, байланыс, ақпараттандыру, геология, ауыл шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау сияқты мемлекеттік маңызы бар міндеттерді шешуге мүмкіндік береді. Келесі ән көңілдің ажары. Ән тыңдайық. Көгінде күлген ай күні, тамсанып таңдай қаққан бар ғалам. Асқақтап тұрған айбыны, қазақтың сенсің байлығы, аспан мен жер арасын жалғаған. Бақ беріп алла бармақтай, ғарышкер тоқтар талғаттай, өзіңнен ұшты қазақ алыбы. Ол өлкем менің ұлыман, ұшырып алғаш зымыран, Қазақстанды әлем таныды. Байқоңырым елім менің еңселі, жүрегіммен сүйемін мен сені. Байқоңырды жеркендегі деуші еді, бүкіл әлем құрметтесін сені. Осылай көңілім күйімізді көтеріп алғаннан кейін үйге тапсырма берейін. Үйге тапсырма. Мәтіндегі негізгі ойды үш сөйлеммен беріңіздер. Екінші, зымыран, ғарыш сөздеріне синквейн жазыңыздар. Сілтемелер. Сіздер бүгінгі сабақты осы сілтемелер арқылы қарап, көріп, қайталауларыңызға болады. Менімен кері байланыс жасау үшін WhatsApp желісі, электронды пошта, Facebook, Instagram парақшалары арқылы және ұялы телефон арқылы жасай аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Алматы сервистік қызмет көрсету колледжінің оқытушысы Күнтуарова Бекзат Сақтапбергенова. Біз біргеміз. Үйде болыңыздар, сау болыңыздар, аман болайық.